Бұл видеода сіздермен көбейту амалын одан әрі терең түсінуге тырысып көрейік. Сонымен мысал ретінде 4-ті 7-ге көбейту керек екен. Осыны орындауымыз керек. Ал енді осыны көз алдымызға елестету үшін мен онда ортаға ашулы мысықтарды шақырайын. Көріп отырғандарыңыздай мына мысықтар ашулы сияқты. Ал енді осы мысықтарға назар аударатын болсақ, жолдардың саны, яғни міне 4 жол және 7 баған екенін көруімізге болады. Олай болса бұны белгілейік. Міне мұнда 4 жол. Ал енді бағандардың санына келетін болсақ, мұнда 7 баған бар екенін көреміз. Сонда мына 4-ті 7-ге көбейтуді біз тағы да басқаша жолдар мен бағандар арқылы міне осылай мысықтардың жиынтығы ретінде қарастырсақ болады екен. Ал енді мен бұны тағы да басқа келесі бір тәсілім, мынадай кестелер арқылы жазатын болсам, ол былай болады екен. Яғни әрбір көріп отырғандарыңыздай бағанда 4 мысықтан болса, онда міне 4-ті өз-өзіне 7 рет қосуымыз керек екен. Сонымен 4 көбейту 7 деген амалды біз тағы да басқаша қосу арқылы жазсақ, онда ол 4-ті өз-өзіне 7 рет қосуды білдіреді екен. Ал енді мысалға, сіздер 4-ті 7-ге көбейтуді білмейтін болсаңыздар, бірақ оның орнына 4-ті 5-ге және 4-тің 2-ге көбейтіндісінің мәнін білетін болсаңыздар, қалай жұмыс істеуге болады соған тоқталайық. Ол үшін, сонымен жаңағын айттық, сіздер 5-пен және 4-ті 5-ге және 4-ті 2-ге көбейткенді білеміз дедік. Тағы бір қызығы, 7 деген санымыз, ол осы 5 және 2 деген санның қосындысына тең екен. Бірінші тобын былай бөлейік, мына 7-ні, яғни 5 бағанға бөлеміз. Мына біріншісін 4 жол және 5 баған ретінде топтастырайық. Келесі екіншісін, яғни 4 жол 2 баған ретінде топтастырайық. Сонымен мына 4 дегеніміз мына жолдардың санын білдіріп отыр. Ал мына 7 дегеніміз сәйкесінше бағандардың санына сәйкес келеді екен. Ал енді осыны жаңағын айтқанымыздай, мына 7-ні 5 және 2-нің қосындысына жіктедік қой. Олай болса, ол тең 4. Енді осы жерден жақшаға алайық. Осы жақшаның ішіне нені жазамыз? Әрине мына мысықтарды біз 5 баған және 2 баған ретінде бөліп алдық қой. Соларды жазады екенбіз. Сонымен мына біріншісін 5, келесісін қосу 2 ретінде жазайық. Сонымен мына барлық мысықтарды қосқанымен бізде оның жауабы өзгермейтіндігін көреміз. Сонда бірінші 4-ті 5-ге көбейтеміз және де оған қосамыз 4 пен 2-нің көбейтіндісін. Сонымен жазайық. Бұл тең 4 көбейтілген 5, келесі қосу, енді біз 4-ті 2-ге көбейтеді екенбіз. 4 көбейтілген 2. Сонымен енді бұны ары қарай есептейтін болсақ, бағана айтып кеткеніміздей, сіздер 4 пен 5-тің және 4 пен 2-нің көбейтіндісінің мәнін білеміз дедік қой. Ал олай болса 4-ті 5-ге көбейтсек, оның мәні 20-ға тең болады екен. Ал келесі 4-ті 2-ге көбейтетін болсақ, онда оның мәні 8-ге тең болады екен. Сонымен, міне 4-ті 7-ге көбейтетін болсақ, оны мына 7-ні 5 қосу 2 деп 2 қосылғышқа жіктеп аламыз да, жақшаны ашып, мына екеуінің мәнін қосады екенбіз. Сонда, көріп отырғандарыңыздай, мына 20-ға 8-ді қосатын болсақ, бұның жауабы 28 екендігін көреміз. Сонда бұл тең 28 болады екен. Яғни міне мұндағы мысықтардың барлығы 28-ге тең болады екен. Сонымен бұны мына кестелерге қарайтын болсақ, бұл жерден көріп тұрғандарыңыздай, міне мына 5-еуін бірге қосып, оған келесі мына 2-еуін қосатын болсақ та, бәрібір оның жауабы 28-ге тең болатындығын көреміз. Міне мына 2-еуін топтастырсақ та, бәрібір ең соңындағы қосындысы 28-ге тең болады екен. Ал енді келесі екінші бір мысалымызды қарастырып көрейік. Мысалға 6 мен 9-ның көбейтіндісін есептеу керек болсын. Бұны есептеу үшін мына 9-ға назар аударайық. Бұл 9-ды мен қалай жазсам болады? Ол 10 азайтылған 1 ретінде жазсам болады ғой. Яғни 6-ны 10-ға көбейтсем 60, 6-ны 1-ге көбейтсем 6-ға тең екендігін білем. Олай болса, бұны мен 6 көбейтілген 10 азайтылған 1 деп жазайын. Сонымен
Бұны енді жақшамызды ашайық бұны есептеу үшін. Яғни міне бірінші 6-ны 10-ға, келесі 6-ны 1-ге көбейтеміз, екеуін азайтады екенбіз. Сонда бұл тең 6 көбейтілген 10 азайтылған 6 көбейтілген 1. Әрине бұл жерге былай жақшаны қойсақ та болады, немесе қоймасақ та болады, өйткені көбейту амалы бірінші орындалады екен. Сонымен бұл тең 60 азайтылған 6. Сонда бұл 54-ке тең болады екен. Бәлкім бұл видеоны көріп отырғандарыңыздың кейбіреулеріңіз бірден мына көбейту кестесін жатқа білетін шығарсыздар. Бірақ та бұл жердегі басты идеямыз мынадай көбейту амалдарына қатысты. Алдағы уақытта сіздерде үлкен сандар кездесетін болса, онда сол жерде сол үлкен сандарды қосылғыштарға жіктеу арқылы оның мәнін оңай табуға болады екен.